Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен мынадай әдемі бауырдан жасалған торт дайындайтын боламын. Олай болса, видеомызды толығымен көріп, астына комментарий жазып, лайк басып, подписка қалдыруды ұмытпаңыздар. Олай болса, кеттік. Ол үшін бізге бауыр қажет. Менің жағдайымда жылқының бауыры, қойдың, сиырдың бауырынан да жасауға болады. 400 граммды өлшеп алғаннан кейін қалғанын барлығын алып, блендердің көмегімен майдалаймыз. Мясорубкадан өткізсеңіздер де болады. Және үстіне 250 грамм сүт құйдық, тұзымызды салдық, жақсылап барлығын араластырып, содан соң жұмыртқамызды жарамыз. 2 жұмыртқа жаратын боламыз. Жұмыртқаны жарып, жақсылап тағы да араластырамыз. Егер мясорубкадан жасаған болсаңыздар, сәл бауырларыңыз іртік-іртік болып қоюлау болады, ал блендердің көмегімен болғандықтан менің жағдайымда өте сұйық болып шықты. Содан соң ұн саламыз. Ұнымызды мөлшеріне сәйкес етіп салыңыздар, және де сұйық болып тұрса тағы да қоссаңыздар болады. Сұйық май қосамыз. Содан соң барлығын алып пісіретін боламыз. Блинчик сияқты қылып пісіреміз, блины сияқты етіп. Мінекей, барынша сковородкамыз антипригарный болғаны дұрыс, табаны жабыспайтын. Менде антипригарный болғандықтан түбіне ешқандай май жақпадым. Ал егер сәл жабысатын болса, түбіне май жағып, жақсылап майлап пісірсеңіздер болады. Енді екі жағын аударып, блины сияқты етіп, барлығын пісіріп аламыз. Содан соң ішіне салатын салмамызды дайындаймыз. Салма үшін бізге пияз керек. 4-ке бөліп, жұқалап турағандарыңыз дұрыс болады. Содан соң сәбізді терканың көмегімен майдалап өткізіп аламыз. Содан соң табамызға май құйып, сәбізімізбен пиязымызды қуыратын боламыз. Майды аса көп құюдың қажеті жоқ деп ойлаймын, себебі қатты майлы болып кетеді. Олай болса, бірінші пиязымызды қуырамыз, жақсылап. Тұзын саламыз, бұрышын саламыз, қара бұрыш, қызыл бұрыш саламыз. Және араластырып, барлығын жұмсарғанша қуырып аламыз. Пиязымыз жұмсарғаннан кейін сәбізімізді саламыз үстіне. Оны да жақсылап араластырып, қақпағын жауып буға пісіретін боламыз. Майыңыз тым аздау болса, кішкене май қоссаңыздар да болады. Ендігі кезекте біз дайын болған начинкамызды бөлек ыдысқа салып аламыз да, енді тортымызды жинауға көшеміз. Ол үшін бізге майонез керек болады, және бұл жерде видеомыз толық түспей қалыпты. Сол себептен чеснок, укроп, тұз, бұрыш қостық, және осы майонезді начинкамызды бірінші жағып аламыз блиннің үстіне. Оның үстіне қуырылған начинкамызды жағамыз, яғни пияз бен сәбізден тұратын. И осылай барлығын рет-ретмен кезектестіріп жағып шығамыз. Мінекей осылай барлығын жасап боламыз, және ең соңына қалған барлық өнімдерді жағып, үстінен көксөгімізді турап қоямыз, яғни укроп пен петрушканы майда етіп турап бетіне себеміз. Және де қалған көкөністерден помидор мен огурцыдан гүл жасап сәндеп қойсаңыздар болады. Видеоға сәйкесінше жасасаңыздар да, немесе қалауыңызша жасауға да болады. Лайк басып, комментарий қалдыруды, және де сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Каналымызға жазылуды ұмытпаңыздар. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қоссаңыздар, қуанып қалатын боламын. Астарыңыз дәмді болсын, бізбен бірге дайындаңыздар.